Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі бейнероликте сіздерге күнделікті қалай 1000 теңгеден тауып отыруға болатын осы бейнероликте көрсетемін. Өздеріңіздің лайктарыңызды басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар достар, мынау проект, яғни АК, бұл телеграм группалар, өздерің бұл жақта отзывтарды салып отырады, яғни скриншоттар, өздері вывод жасап жатқандарын көрсетіп отырады. Міне мына аккаунт күнделікті $7 шығарып жатыр екен. Мысалы, мына адам 2500 USDT пополнение жасаған екен, и $1000 шығарған екен. Бұл рас. Бұл енді бізге $2000 бұл көп болып көрінеді негізі. Бізде бұл, тем более біз білмейтін проектке ондай вложение жасау, тем более бізге қорқыныш болып көрінеді, но оларға бұл $2000 нормальный сумма, өйткені бұл зарубежный проект, біздің проект емес. И мына қараңыздар, бұны админдары, яғни служба поддержка көмектесетін адамдар, бұл жақта 6 адам, яғни менің ойымша 6 адам основатель. Арланда дейді, Дрям, Грим, Бичер, КАК, яғни бұлар Великий Британияның адамдары. Яғни Великий Британия $2,5 это нормально оларға. Поэтому олар сондай пополнение жасайды. Біздікі жасайтынымыз ол примерно $100, $50 деген сияқты. Но мен өзім бұл жаққа 110 USDT құйдым. Енді бұл жақта вывод тоқтап қала ма, жалпы бұл проект жабыла ма деген сұраққа келсек, әрине, жабылады. Бұл жақта ешқандай гарантия жоқ, өмір бақи істемейді, сізге өмір бақи ешкім тегін ақша берілмейді. Әрине, бір күні жабылады, но менің ойымша бұл әзірше жазылмайды, өйткені бұл аудиторияны енді жинап жатыр. Ашылғанына біраз уақыт болды, бірақ енді жиналып жатыр, және де менің ойымша қазірше жабылмайды. Примерно бір 2 ай жұмыс істейді, и потом жабылады. InvestFunds онлайнға тура келеді, потому что ол InvestFunds онлайн международный проект болған. Мынау да то же самое международный проект, яғни кез келген мемлекет осы проектке қатыса алады. Мына адам вообще 29 USDT күнделікті шешіп жатыр екен. Сосын тағы да айта кетейін, мен бұл проектпен тоже неттім, яғни админмен сөйлесіп едім, и бұл бізбен контрактқа отырды 2 айға. Сол себепті мен ойымша бұл 2 ай әлі істейді. Қараңыздар, $6 төлеп жатыр, алып жатыр екен. Енді бұл сайтқа өтейік. Не сайт деп жатсаңыздар, бұл проект жайлы мен сіздерге мына видеода көрсетіп кеткен болатын, сол жайлы көрсеңіздер болады. Мына $7.18 күнделікті 3000 деген тұр ғой, АК деген проект. Вот, соны көрсеңіздер болады. Міне мынау проекттің өзі. Бұл жақта сіздерге бірінші регистрация өту керек. Сілтемесін осы видеоның описаниясына қалдырып кетемін. Регистрацияны өтесіздер. Одан кейін бұл жаққа бірінші сіздерге пополнение жасау керексіздер. Пополнение жасау үшін депозит money деген тұр, осын басасыздар. Одан кейін мына адресқа сіздер определенный сумма ақша жібересіздер. Бұл жақта минимальный пополнение 10 USDT, яғни сіздер 10 USDT-ден бастап стейкингқа ақша сала аласыздар. Яғни стейкинг ол криптовалютаның тілінде айтылады, ал біздің өзіміздің қазақша тілде айтқанда бұл депозит. Яғни депозит сіздер құясыздар и профитін күнделікті алып отырасыздар. Мысалы, мен профит күнделікті $50 құйдым. Профитім бұл жақта $1.06. Мынау 2 күнде жиналған $3.02. Яғни бұл жақта өзінің пакеттері бар. Депозит money деген кіреміз. Жоқ, қателестім. Make investment деген кірсек. Вот. Мына жерде 4 пакет бар. $10 пакет, $101 пакет, $30 пакет, $50 пакет. Яғни бұл $10 пакетті бір ретқан сатып аласыздар. Бұл новичоктарға арналған. Не үшін бір ретқан сатып аласыз? Өйткені бұл окупаемость өте жоғары, 300%. Яғни $10 құйсаңыздар, сіздер $30 USDT обратно шешесіздер. $20 таза прибыль көресіздер, бірақ өзінің комиссиясы бар, бір таза $17-16 пайда көресіздер. Бұл жақта комиссиясы 20%, бұл тоже көпшілік айтылмайтын дүние, бірақ та бұл кәдімгідей сіздің доходыңызды кеседі. 20%. $101 құйсаңыздар, бұның лимиті 500 рет ала аласыздар. 3-те 30%, 30 күнге 199, яғни сіз $101 құйсаңыздар, таза $200 шығарасыздар, 20% ол 20 USD сіздерін кесіп тастайды, и сіздерге таза прибыль примерно $80-70 болады. 30 USD құйсаңыздар, 30 күнге, яғни бір айға стейкингқа лақтырасыздар, 190% сіздерге потом обратно профит ретінде доход әкеп береді, ол получается примерно $50, и оның $20-дың 20% кессеңіздер, получается $16 обратно қайтарасыздар өздеріңізге.
$50 то же самое, өздеріңіз есептеп алсаңыздар болады. Так, қараңыздар, 50 USDT айтып кетейін тоже. $100 обратно аласыздар, $110. $60 оның 20% получается, примерно $50 таза прибыль көресіздер. Сіздерге кірген кезде советую осы бірінші пакет алған, и бір рет қана алыңыздар, болды. Бір круг жасаңыздар, болды. 2 круг, 3 круг кәдімгідей болған құнығып кетпеңіздер, өйткені проект жабылып қалады, и в конце виноват кім болады? Әрине мен боламын, өйткені мен бұны жарнамалап жатырмын сіздерге. Сондықтан мен сіздерге, чтобы менде ертең маған да обидно болмау үшін, сіздерге советую бірінші осы 10 USDT-дікті таңдауға. $20 табасыздар, 10 мың теңге. Өте жақсы, 20 күн ішінде 5 мың теңгені салып қоясыз, сол 20 күні 10 мың теңгені обратно аласыз да, и все, круто, все бәрі. Сіздер ризасыз, мен де риза боламын. Все, $10 құясыздар. Құю үшін аяқта осыны таңдайсыздар, одан кейін аяқта нөмірді басасыздар, батырман. Менде қазір ақша жоқ дейді, яғни мына жоғары жақта көрсетіліп тұр, баланс менде $3.20 деп. Яғни сіздер бірінші депозит жасау керексіздер. Яғни мына счеттан осы адресқа $10 құясыздар, и қайтадан make investment-қа өтесіздер, и потом на 10 USDT таңдайсыздар да, и мынаны батырман басасыздар. Все, сіздер сатып алдыңыздар. Оны білу үшін мен Active Plans деген вкладқа кіресіздер, и все. Мысалы, мен сатып алдым 50 USDT-ға 40 күнге арналған, процент $3, и менде total profit $12.08. Яғни completed кірсек, қазір наяқта емес, вот, история кірем, my withdrawсен кірем, и вот мен уже 8 күн жоқ, 6 күн істегі, получается, $1.06 күнделік түсіп жатыр, бірақ бұл жақта минимальный вывод 2 USDT, поэтому мен бір күннің профитін бір күнде шеше алмаймын. 2 күн күтем, 3.2 USDT. Сіздерге тағы да бір совет, жиі ақшаны көп жинап отырмаңыз, жиі шешіп отырыңыз, себебі любой момент жабылып қалуы мүмкін. Сол кезде сіз жинаған ақшаны шеше алмай қалуы мүмкін. Сондықтан сразу мысалы, бір күнде профит түсе ме, бір шығаруын ол бір 5-ақ минут уақытыңыз кетіреді, даже одан аз. Поэтому кіресіз, просто вывод деген басасыз, и все, дым қиындық жоқ. Күнделікті шешіп отырсаңыз, и все, міне сізге күнделік профитіңіз түсіп отырады. Мынау, получается, мен 6 күнде уже бағана есептеп кеткендей 12 USDT шешкен болатымын. Әзірше төлеп тұр, ешқандай мен выводқа ешқандай әңгімем жоқ. Шығарам, Қазақстанның уақытымен примерно түскі 2-лерге таман өздері түсіреді. Бұл проект бір 12-ден бастап уже активно жұмыс істей бастайды, оңға не істемейді, потому что олардың уақыттары біздікінен өзгеше. Из-за этого бұлардікі басқаша істейді. Осылай, достар, өздеріңіз сұрақтарыңыз болса, әрине комментарий жазып кетіңіздер, міндетті түрде әр сұраққа жауап беретін боламын. Шындық түрде ешқандай жасырын, ештеңе подвох, ештеңе жоқ. Мен плюс қазір выводты көрсетіп кетейін, қалай вывод жасау керектігін. Дэйчпортқа өтеміз, и мынаяқта сіздің суммаңыз тұрады, мысалы бір күннің профиті, withdraw money деген басасыздар. Мынаяққа amount-қа мен қазір 3.2 деп жазамын. И мынаяққа пин-код. Сіздер бірінші регистрация жасаған кезде, сол кезде сіздер пин-код ойлап табасыздар, сол пин-кодты осы жаққа каждый раз енгізіп отырасыздар, ақша шешкен сайын. Мен жаздым, енді withdraw деген басам. Все, сәтті шығардық. Все, міне шығардық, и на транзакция кірсек, my withdraw кірем, и қараңыздар, waiting, яғни ожиданияда тұр. Осылай статус тұрса, значит, сізге әлі счетыңызға түспейді. И completed деген статус өзгеру керек, ол примерно максимально 48 сағатқа дейін күтесіздер. Кейбіреулер мысалы шығаратты, бір 10-15 минуттан күтеді, сосын айтады, өй, кемеді ғой дейді. Так, мынаяқта мынандай қате болып жатыр екен, так, көрейік. Попытка отозвать просмотр не удалось дейді. Так, и бұған не деп жауап берді екен деді. Мынаның пароль дұрыс емес. Или мынаяқта бірдеңке жазыпты. Свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов дейді. Мынау бүйтіп жазған екен, давайте оқып көрейік. Я не получил вывод средств сэр дейді. Все выводы будут завершены в течение 48 часов. Расымен 48 сағат кейбір кезде созылып кетеді. Менгіде бірі вывод болған, бірі 2 күнге кеткен. Яғни бұл жақта кейбір кезде созылып қалады. Очередь көбейіп кетсе, сол кезде
күтіп қаласыздар, иә, расымен де. Бірақ түбінде түседі, потому что түседі. Мына аккаунт, который мен $50 құйған, бұл менің оларға айтпай өзім істеп отқан левый канал нем аккаунтым, поэтому олар білмейді именно осы мен аккаунтым екен. Из-за этого мен өзім просто для проверки қазір бұны көріп жатырмын да, но пока что істеп жатыр, вывод шешіп жатыр, бәрі рас болып жатыр. Сондықтан мен бұны реклама ретінде сіздерге көрсетіп айтып жатырмын. Сау саламатта болғанша достар.